Таң намазын оқып бастайын деген едім, бірақ дәрет алуды дұрыс білмеймін. Мұрын шаюға қорқамын аздап, тұншығып қалам ба деп. Қай жерде дұрыс көрсетілген дәрет алу қарап үйренсем дейді. Суды тартқан кезде мұрныңызға қатты тартып, ол тартқан су тұншығып аузыңнан айдап шығудың керегі жоқ. Ырымын жасайсың, әшем бүйтіп сатып қоясыз, болды сумен бүйтіп. Біздің қазақ осылай енді. Шын берілсе, былай, Құдайға былай кіріп кетеді, беріліп. Берілмесе, сразу тұра береді, жоқ олай емес. Сіз олай жасамаңыз. Мен қазір дәрет алуды сізге көрсетіп берейін. Ана туалеттегі тазалық, гигиена, ол өзіңіздің. Енді қазір құман, баклажка қолданатын заман емес, десе де ана жақсы су ағатын беде немесе сондай унитаздар бар, соны қойсаңыздар жақсы болады. Енді ол сіздің тісіңізді жуған сияқты гигиенаңыз, собственный, интимный, ол жақсы. Ол керек. Ал енді дәретті көрсетейін. Дәрет, краниктің алдында тұрасыз да, мейлі тұрып тұрсаңыз да болады, отырсаңыз да болады. Біреулер тек қана отырып алу керек дейді, жоқ, тұрып алсаңыз да болады. Бірінші қолыңыз жуасыз. Өйткені ауызға, мұрынға су апару үшін қол гигиена чистый болу керек. Соны қолыңыз жуасыз. Сабынмен жусаңыз да болады. Жақсылап жуып аласыз. Содан кейін оң қолыңызбен су алып, аузыңызды шайып түкіріп тастайсыз. 3 рет. Одан кейін су аласыз да, ғана мұрныңызға апарудың бүйтіп жақындатсаңыз, тартсаңыз жақсы. Тартпасаңыз да бола береді. Бүйтіп қойсаңыз жарайды. Қолыңыз сулап, бүйтсеңіз, сол тартқаннан суды тартып, ауыздан айландырып шығару керек емес. Обратный клапанмен. Қақалып тұншығып, өйді деп әдепсіздік. Сөйтіп шайдыңыз, содан кейін қолыңыз су алып, бір қолыңызбен алсаңыз да болады, екі қол жақсырақ, бетіңізді жуасыз. Бет деген мына құлақтың шетіменен, мына құлақтың шетіменен, мына иекке дейін, және шаш өсетін жерден. Шаш өсетін жерден, шашыңыз мына жаққа кетіп қалса, оған жақын жуып жүрмеңіз. Мына жер шаш өседі-ау деген мына осы жерден былай қарай, осы бет саналады. Осын жақсылап жуасыз. Су кетті. Егер әжім болсаңыз, складкаларды ашып су кіргізу керек жоқ. Көзіңізді жұмған кезде мына жерге су кіргізудің керек жоқ. Общий бет жуасын болды. 3 рет. Одан кейін қолыңызды 3 рет шаясыз. Былай шайсаңыз да болады, ненің астына апарып, краникке апарып, былай жусаңыз да болады. Әйтеуір су тисе болды. Екі қол, оң қол, сонымен сол қол. Екі қолыңызды жуасыз. Содан кейін қолыңызды сулайсыз да, басыңызды сипайсыз. Сипайсыз. Енді оны бүйтіп, оны түсіндірмей қойын, бәрі ұмытып қаласыз. Вообще басын сипасаң болды. Одан кейін құлақты бүйтіп сүртіп қойсаңыз жақсырақ болады. Бас сипағаннан кейін сразу құлақты бүйтіп сүртіп қойсаңыз жақсы болады. Содан кейін носкиіңізді шешіп, екі аяқты жуасыз. Міне осы дәрет саналады. Тырнақта лак болмау керек. Аяқта да, қолда да. Маникюр, педикюр. Өйткені су тию шарт. Осы. Енді осы дәретті не бұзады? Осы дәретті не бұзады? Бұл дәретті кіші дәрет, малый нужда, үлкен дәрет, жел шықса бұзылады. Содан кейін дененің любой жерінен қан шықса бұзылады, сары су, ірің ақса бұзылады, дененің любой жерінен. Ауру адамнан басқа. Ауру постоянно ағып тұратын адамға сөз жоқ. Ол басқа болады, оның ережесі. Яғни осы, одан кейін жатып ұйықтау. Содан кейін ауыз толып құсу болды.